Компот. Шиеден жасалған компот дайындаймыз. Ең алдымен үлкен ыдысымызға қанша банка компот жабамыз, сонша банка су құйып шығамыз. Балғын шиені міндетті түрде суық суға 2-3 қайтарып жақсылап жуып шайып аламыз. 3 литрлік банкіге 1 килограмм шиеден салып компот жабамын. Жуып тазалап алған шиемізді міндетті түрде кептіреміз. Ол үшін осындай арнайы сита ыдысқа салып қойсаңыз болады, артық суы сорғап кетеді. Үш литрлік банкіге мен 3 кесе қанттан салдым. Міне барлық өнімдер дайын. Банкыны алдын ала стерилизовать етіп алдым. Бір банкіге 1 килограмм шиеден салып шығамын. Міне суда қайнады. Енді банкіге шиенің бетін жауып тұратындай ыстық судан құйып шығамын. Барлығына құйып болғаннан кейін қайнатылған қақпақтарды бетіне жауып қоямын. 10 минуттың ішінде артық зиянды заттардың барлығын ыстық су мен бу жойып шығады. 10 минут уақыт өткеннен кейін банкыдағы суды қайтадан үлкен ыдысымызға құямыз. Өлшеп дайындап алған қантымызды суға салып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Қайтадан қақпағын жауып, судың қайнағанын күтеміз. Міне су сақырлап қайнады. Енді банкіге толтырып құямыз. Ыстық суға салынған қақпақтарды алып, қайтадан бетіне жауып шығамызда, біздің арнайы қақпақ жапқышпен жақсылап жабамыз. Мықты қылып жауамыз, олдан су ағып кетпейтіндей, ауа кірмейтіндей. Дәл осы видеодағыдай сақырлап тұрған ыстық сумен банкаларымызды жабамызда, оларды төңкеріп, 1 немесе 2 күнге қараңғы жерге орап қоямыз. Сол кезде банкының ішіндегі өз-өзін зарарсыздандырылады. Осыдан біздің қыстық банкаларымыз 1 немесе 2 жыл компотымызды сақтауға болады. Ол атылып, бұзылып кетпейді. Осындай әдіспен жасалған қыстық шиеден компот өте дәмді болады және атылмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет.